шексіз сезім. Нихан ханым. Нихан ханым. Газеттердің жазғанына мән бермеген шығарсыз деп ойлаймын. Оның бәрі жалған, ойдан шығарылған. Оған бола мазаңыз кетпесін. Мен ештеңе естімеймін. Көрмеймін де. Еш уайымдамаңыз. Өзін соншама кіммін деп ойлайды екен. Сен кімсің сонша? Кімсің жексұрын? Алло. Жаңа бір сұмдық жағдай болды. Ниханмен кездестім. Нихан ханыммен. Содан? Бақырып шақырып, маған айтпағанды айтты. Қойшы. Құрысын әмір, қатты жыным кеп тұр. Аузына келгенді айтты ма? Газеттердің жазғанына қатысым жоқ деп ақталып едім, мені тарпа бас салды. Бақырып шақырып, қалай ала сұрғанын көрсең ғой. Мен енді мұндай сұмдықты көтер алмаймын. Ажырасатын болсаңдар, тезірек ажырасыңдар. Менің шыдамымның да шегі бар емес пе? Бір жағынан тілшілер, бір жағынан қатының. Мені қызғанған екен ғой. Қол аяғым дірілдеп барады. Ендеше бұлай істейік. Қонағасына сен де кел. Үйленген күндеріңді тойлауға ма? Иә. Ең жақын адамдарымызды шақырдық. Ал сен менің ең жақын адамымсың. Шынымен де қызық адамсың ғой. Нихан мені шындап қызғана бастады. Тыңдап тұрмын. Алло, Зейнеп, қалғалай? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Саған дәмханаға барамыз деп уәде бербедім ғой. Апара алмайтын болдым. Аған келем деді. Соған дайындалып жатырмын. Ренжіме. Кіріңіз. Ештеңе етпес енді. Бүгін онсыз да сол жерде болдым. Кіммен бардың? Қашан бардың, қарағым? Бірге оқитын сыныптастарыммен бардым. Жарайды онда, бұдан артық сөйлесе алмаймын. Жұмыс тәжірибесінен өтуім керек. Қасымда адамдар бар. Жақсы онда. Дайынсыз ба? Дайынмын. Тыңдап тұрмын, Ясмин жан. Қайдасың жаным? Бүгін шеберханаға келесің бе? Жолдамын. Даусың неге жабырқаңқы? Не болды? Кемал қайтып келіпті. Қай Кемал? А? Содан? Даусын ести сала босаңсып кеттім. Тым күйреуік екем. Бордай езілдім. Ендігі жетпеген осы ет Нихан. Олай демеш. Дұрыс қой енді. Аяқ астынан шала бүлініп шыға келдің ғой. Сөз қайтарушы болма. Есіңді жи қарағым. Ол енді келмеске кетті. Сол кезде меніңше дұрыс жолды таңдадың. Әмірді газеттерден көргенге көңілің қоңыл тақсып жүр. Білем ғой сені. Білесің қара. Қайтып келетін уақытты тапқан екен. Нихан, қой енді. Өзіңе өлерде ғашық күйеуің бар. Оны өзің де білесің. Айтпаса да түсінікті. Әмір бірдеңеден секем алатын болса, ол жігітті тауып алып, Кемалды тауып жанын шығарады. Ол туралы білмейді ғой. Байқаш, Нихан, өтінем, сақ болшы. Қой енді, есіңді жиш. Ұмытшы сол Кемалды. Естіп отырсың ба? Қойсаңшы. Пай. Қараш әртіс сияқтысың ғой өзің. Қойшы енді сен де адам дей алпай. Еркеннен сықайып киініп жүрген жоқпыз ғой. Жиналыс болған соң кидік. Оның не сайып? Қалжыңдағаным ғой енді, қойшы. Иә, әңгімеңді айт. Дардай бастық болдың. Бұл жаққа ауысып келе алмайсың ба? Әр нәрсенің өз уақыты бар.
Жүрегіңнен орын алған ешкім жоқ па? Сені үйлендіретін уақыт болды ғой. Жоқ, бауырым. Алдымен сені үйлендіру керек. Бер қара. Ешкімің жоқ па? Ешкімің жоқ па деймін. Шынымды айтсам, сенімен соны ақылдаспақшы едім. Әй, бар ма? Сен де қызықсың. Телефоннан сөйлескенде бір ауыз айтпап едің. Телефоннан айтатын әңгіме емес қой. Бетпе-бет сөйлескім келді. Еникөйден емес пе? Көршінің қызы ма? Біз танимыз ба? Әй, саған айтып отырмын ғой, несіне сонша қыстығасың? Адамша жөніңді айт. Біреу бар енді. Бірақ арамызда ештеңе жоқ. Содан? Оған жай сырттай қызығып жүрім. Содан? Не боқ болды? Шай құйып әкелейін бе, бауырым? Бауырым. Нихан, не болды? Есігің ашық тұр ғой. Біраз серуендедім. Есікті аш. Бүгін бірдеңеге қатты күйзелген сияқтысың ғой. Банумен кездесіп қалғаннан соңмысың? Әмір құдай үшін қайта бастамаш. Шаршап отырмын. Жарайды, қойдым. Мен барайын, бауырым. Жақында кетем, апамның қасында болайын. Жарайды, бауырым. Көріскенше. Сәлем, жамағат. Сәлем, қош келдіңдер. Әміржан, саған қанша алғыс айтсам да аздық етеді. Қыруар шаруаның арасында ұмытпай, каталогтарымды алғызып беріпсің. Келді ме? Жақсы екен. Маған бірнеше айдан соң келеді деп еді. Әмір Көшоғлының бір ауыз сөзі жеткілікті ғой. О не дегенің? Мынаған не айтасың? Екі рет жарысып, екеуінде де Әмірді басып оздым. Бай, мынау сол ұмытылмас сәт екен ғой. Айтпа. Озан бүгін үйге балаша қуанып келді. Көп рахмет, жаным. Сіздерді қуанту менің ең басты міндетім ғой, енежан. Үйленген күнімізді тойлаған соң менің де қуанышында шек болмайды. Солай ғой, сүйіктім.
Қош келдің, аға. Менің келгенімді есік алдында аңдып тұрсың ба? Әлде құрбың хабарлады ма? Қай құрбым? Нихан Кожжоғұлы. Оған ештеңе айтпадым. Сенің мұнда келгеніңді оған айтпадым, аға. Бүгін онымен кездестік. Яғни, Нихан әпкемен кездесіп қалдық. Ойламаған жерден. Қол жууға шығып кеткем. Сол кезде сен іздепсің. Содан біліп қойыпты. Естіп қойыпты. Телефоныма неге жауап бергенін түсінбедім. Сенің даусыңды естіп тұрған ғой. Қысқасы, сенің осында келгеніңді білді. Оған айтқан жоқпын, аға, Құдай біледі. Онымен сөйлесіп жүргеніңді үйдегілерден кім біледі? Ешкім. Аға, Құдай үшін. Апам біліп қойса, жанымды шығарады. Оған айтпайсың ғой, я? Аға, уәде берем. Уәде. Екінші бет жүзін көрмеймін. Ендігәрі онымен кездеспеймін. Шашыңды не істегенсің? Жай, әншейін, үйде өзім сәндеп алдым. Солай ма? Кемал, сен екенсің ғой. Аға, апама айтпайсың ғой, я? Айтпайтын шығарсың. Аға! Әмір мырза бөлмесінде жұмыс істеймін деді. Тамақ ішуге түспейтінін айтуды өтінді. Жарайды, мен де біраз жұмыс істеймін. Тамағыңызды осында ішесіз бе? Жоқ, аш емеспін. Жарайды, қайырлы түн. Бүгін қайыққа неге келдің? Сағындым. Ендеше неге қаштың? Өйткені қорықтың. Қасыма келсең, сені қалай қабылдарымды білмедің.
Егер сені сағынбаған болсам ше. Есіңді ұмытқан болсам ше. Сүйіспеншілігім қалмай. Жек көріп кеткен болсам ше. Мен сені әлі жанымда сүйем. Әттең саған бәрін түсіндіре алсам ғой. Әттең. Нихан! Кемаль. Нихан! Келдім. Есікті кілттеп алу қайдан шыққан? Байқамаппын. Не боп қалды? Ештеңе болған жоқ, Вилдан ханым. Сіздер бара беріңіздер. Нихан, бәрі дұрыс па? Дұрыс, әке, дұрыс. Жұмыс істеп отырып қалғып кетіппін. Әмір есікті кілттеп қойғанға қорқып кеткен ғой. Кешірім өтінем. Екінші есікті кілттеуші болма. Алаңдама, саған бола білек тамырымды кеспейм. Жақсы онда. Маған сәттілік тілеңіздер. Құдай істеріңді оңдасын. Тендерді қайтсеңдер де жеңіп аларсыңдар. Жыл бұрын. Кел. Таңертеңнен бері саған ишара жасап тұрмын, байқар мекенсің деп. Телефон соқсаң оңайырақ болар еді. Онда түк қызығы болмас еді. Ұста мынаны. Бат бұрауғы шырып көрмеппін. Біраз жібін босатасың да қайта бүйтіп тартасың. Жарайды. Желдің ұйтқуына қарай дұрыс ұшырсаң үйреніп боласың. Содан соң ылғи шырғын келеді тұрады. Көресің. Құлап барады. Кетті. Тарт. Тартылмайды. Құлады. Мен құлатқам жоқ.
Кел көмектесейін. Мынаны біраз ора. Жай орай берейін. Я. Мен тартайын. Я. Құлап барады. Тоқта. Тарт. Ақымақсың, Нихан. Ақымақсың. Ақымақ. Ақымақ. Дәмеңнің зорынай. Кел. Пыс. Кел. Пыс. Қайда жүгіріп барасың? Нихан? Тағы қандай уайым қайғы басты сені? Жүр. Қой. Бұл үйге жылап кіруші болма, Нихан ханым. Ұмытып қалдың ба? Кемал осында. Оны кеше түнде көрдім. Соған көңілің бұзылды де. Сол түні мені құтқару үшін суға секірген сол болатын, білем. Батпырауқты көрсем Кемал есіме түседі. Жан жағымнан соны іздейін де тұрам. Маған бір ишара жасар мекен деп қиялға берілем. Құдай білет, жынданған адам сияқтымын. Мүмкін ишара жасағанда шығар. Жоқ енді, бірдеңе білгеннен емес, жай сұрағаным ғой. Құрметті қатысушылар, қош келдіңіздер. Бандырға аймағында Хенджелей жылу электростанциясын лицензиялық тендерін бастаймыз. Ұсыныстарын салған конверт ашамыз. Киташ Энерджи. $110 миллион. Балкаш Холдинг. $100 миллион. Алажахан Холдинг. $125 миллион. Және соңғысын стоқимын. Қожоғылы Холдинг. $150 миллион. Өтінем, тыныштық сақтаңыздар. Енді ашық ұсыныстарға көшеміз. Алдымыздағы ұсыныстар бойынша Қожоғылы Холдинг пен Алажахан Холдинг арасындағы бәсекелестік басталады. Ашық ұсыныстарға көшейік. $175 миллион. $200 миллион. $250 миллион. Тендер аяқталды. Қожоғылы Холдинг $250 миллион беріп, тендерді ұтып алды. Қайырлы құтты болсын. Құтты болсын.
Жеңімпаздар әрдайым белгілі ғой, Кемал мырза. Дегенмен сізбен танысқаныма қуаныштымын. Онымен кездесуге жүрексінем. Бірақ соған қарай аяғым тартады да тұрады. Қолымнан бар келетіні жылау ғана. Жылама, ойлан. Кемалмен кездестің делік. Оған не айтар едің, а, Нихан? Нихан, сол туралы ойлан. Фирмада жиналыс нешеде? 1 сағаттан соң мырза. Нақты нешеде? Сағат 4-те мырзам. Хаккі мырза? Иә, енді ғана бітті. Тендерді көз жоғылытып алды. Келесі кезеңге дайынмын мырзам. Екеуміз бақытты болар едік. Бірақ бұйырмады. Бағым ашылмады. Ту, сен әлі жассың ғой, Нихан. Осындай сары уайымға салынғанды қойш, месі қылдың ғой. Мен сенен не сұрап тұрмын, ал сен не деп тұрсың? Кешір. Мені Кемал деп елестеді. Айт қане. Кет бұл жерден, Кемал. Жалынан баршы. Қойшей, неге? Сен мұнда болсаң, мен бұрынғыдай қалыпты өмір сүре алмайым. Жатағым қанша? Ұшы қиырсыз Стамбул, апам осында, әкем осында. Қалаған кезімде келіп кетем. Сенен сұрайын ба? Оның үстіне мазаңдалып жүрген жоқпын. Қайта өзің ғой тыныштық бермейтін. Кемал, баршы деймін. Сен менің мына жерімдесің. Баршы, өтінем. Ендеше оны кетіріп не қыласың, Нихан? Кемал мына жеріңде болса. Әмір мырза? Айыпқа бұйырмаңыз, күттіріп қойдық. Кешіріңіз. Иә, күткенім рас. Аздаған өзгерістер болды, соны реттедік. Әйтеуір қожығылына зияны темесе болды да. Керісінше қызметімізді кемшіліксіз атқару үшін күш салып жатырмыз. Өздеріңді неге сонша қинайсыңдар? Бір фирмамен біргетін болдық. Жергілікті фирма өте табысты компания. Жолыңыз болды деуге болар, жарты сағат бұрын келісім шартқа қол қойдық. Соған қарай басқарма құрамында да өзгерістер болды. Өзіңіз лицензиясын алған кәсіпорын бойынша, бұдан бұлай менімен жұмыс істейтін боласыздар. Низ групп жергілікті өндіруші серіктесіміз, соның директоры Кемал Сойдере. Қызық кездейсоқтық болды ғой, Әмір мырза. Кемал мырза. Онсыз да таныс екенсіздер ғой. Сізге айтып едім. Уақыт деген өте қымбат. Қаласаңыз уақыт оздырмай, жобаны талқылауға кірісуімізге болады. Өйткені Әмір мырза, сіз уақытқа ғана емес, сонымен қоса, маған да мұқтажсыз. Кемал мырза.
Әмір қожығылы біреуге мұқтаж болады десеңіз, қатты қателесесіз. Бұны сіздің тәжірибесіздігіңіз деп білейін. Сау болыңыздар. Өзіңнің не істегеніңді түсінемісің, Әмір? Әдеттегі жұмысым ғой. Көрген сіздерге орнын көрсеттім. Басқа жұмысым жоқ таяқ. Байқа балам, мені де олардың қатарына жатқызып жүрме. Саған ақыл үйретуге хақым жоқ, әке. Мұны баяғыдан ақ түсіндім. Ерте жастан. Өзің не үшін келдің, соны айтшы. Аналар Әмір мырза қол қойған жоқ дейді. Ал мен бір жөні болар дедім. Қолыңды қой. Тыңда. Талай жылдық табысымнан, абыройымнан, сенің өзімшілдігіңнің кесірінен айырылғым жоқ. Бұл адамдармен жұмыс істеуге міндеттісің, өйткені мен олармен жұмыс істеймін. Бұлармен жұмыс істеуге міндетті емеспіз. Туфан қазір жаңа фирмалардың тізімін әкеледі. Не дегенімді түсінбеген сияқтысың. Тендерді бостан-босқа тіресіп, жер телімінің құнын екесеге арттырыпсың. Енді сол үшін қып-қызыл зиянға бататын болдық. Мұны мен қолыңнан іс келмейді дегенді меңзет тұрсың ба, әке? Меңземеймін, Әмір. Ашық айтып тұрмын. Өзімшілдігің үшін пайда табатын жерде бізді зиянға батырдың. Мұны мойындағың да келмейді. Енді жаңа фирмалармен одан бетер шығынға батпақшысың. Менің бұрыннан істес болған адамдарын ренжітіп тақырға отырғызбақсың. Менікі дұрыс па әлде бұрыс па? Ha? Дұрыс десең, қолыңды қой. Әмір, қане? Қолыңды қой. Әмір, бір нәрсен ешқашан ойыңнан шығарушы болма. Білгенімді істеймін деп ойлаушы болма. Жарылқаушың менмін. Сондықтан айтқанымды істейсің. Кімсің сен, Кемал Сойдері? Кімсің? Кір. Келісім шартқа жаңа ғана қол қойылды, Кемал мырза. Жобаға сіздің жетекшілігіңізбен кірісу үшін сабырсызданып отыр. Көп рахмет, Асла. Хаккі мырза, келісім шартқа қол қойылды. Өте жақсы. Еңбегіңіз аяқ кетпеді, Кемал балам. Құтты болсын. Бәрімізге де мырзам. Дегенімізге жеттік. Әмір көз жоғылы менімен ерегесемін деп алдағыны ойлай алмай қалды. Екі жеп биге шықтың. Көз жоғылың шығынға батырдың. Әрі бізбен жұмыс істеуге мәжбүр еттің. Жарайсың, балам. Рахмет мырза. Асу да қасында. Ол да бір ауыз құттықтамақшы. Әрине, көп рахмет. Алло, Кемал. Құттықтаймын. Табысың арта берсін. Рахмет, Асу. Бәрімізге де құтты болсын. Қашан қайтасың? Тоқта. Ол маңызды әңгіме. Телефонды өзіме берші қане. Кемал, ағам телефонды сұрап жатыр. Жарайды, онда кейін тағы сөйлесерміз. Тағы да құттықтаймын. Сүйдім. Жақсы, рахмет. Сау бол. Иә. Енді не істемекшісің, Кемал?
Нені айтасыз, мырза? Не істемекшісің? Жұмыс бабымен Стамбулда қаласың бәлде, қайтып келмекшісің бе? Қалған жұмыстарды біріңғайлы етіп, ертең қайтармын. Қайткенмен жақсылап ойланғаның дұрыс балам. Ойландым, мырза. Бұл жерде менің керегім жоқ. Зоңғылдаққа қайтам. Көріскенше. Уайымдама енді Хусейн әке. Барсын, жұмысын істесін. Дұрыс, барсын әрине. Менікі пендешілік қой. Әбден сағынып қалыппыз. Мауқымызды баса алмадық. Барғаны дұрыс, әке. Біздікі шағын сауда ғой. Бүгін барымыз, ертең жоқпыз. Кемалдікі ондай емес. Сендерді бар ғой, дастархан басына жинамау керек екен. Бірақ қуана беріңдер, өйткені әлі осындамын. Қуана беріңдер. Рахаттанып тұрып жұмысың үшін алып қоялық балам. Қане, бұдан да зор табыстарға жете бер. Әкеңе көңіл аударма. Рахмет, әке, бәрімізге де қайырлы болсын. Өзіңе рахмет балам. Қараш міне, қандай тамаша кеш ұйымдастырдың. Табысың мол болсын. Енді қашан келер екенсің, осындай мол дастарханға отыратындай. Қойшы енді тарғаға қайыққа келіп тұрсаңшы. Сені бұдан да артық дастархан жайып күтейін. Рас айтасың бе? Әрине аға. Әрбәке. Қараш енді. Қараш, тағы да қой қызды. Бұл бар ғой, оқуды ән тыңдаумен бітірді, білесің бе, әке? Мұның аты қалай еді? Уақытқа саяхат. Иә, уақытқа саяхат. Есінде, осы ғана тыңдайтын. Бұдан басқа ешкім тыңдамайтын. Дұрыс айтасың, бауырым. Осы әнді таң атқанша қайта-қайта қойып тыңдайтын, әке. Болды, қой десең де қоймайтын. Ал сендер мұны сабақ қарап отыр деп ойлайтынсыңдар, әке. Жоға, сабағын оқитын менің балам. Иә, оқитын. Жоқ, әке, шынымды айтсам көп оқымайтынмын. Кемал, бауырым, бұл жерден кет. Мұнда қалма, менің айтқанды тыңдасаң. Не қарап отырмыз? Қанеке, әке, тарағаға, қане алып қояйық. Соғыстырыңдар. Қанеке, келіңдер. Şarabından bilmeden içtim, sevda yolundan bilmeden geçtim. Aşkın bir alevmiş yar yar, bir ateş parçası, bilmeden gönlümü ateşe verdim, bilmeden gönlümü ateşe verdim. Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş. Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş. Bin defa ölüp de hiç ölmemekmiş. Bin defa ölüp de ölememekmiş. Şarabı zehirmiş, içtikçe öldüm. Yolu hep uçurum, düştükçe öldüm. Aşkın bir alevmiş yar yar, bir ateş parçası, ateşe gönlümü yaktıkça öldüm. Ateşe gönlümü
Yaktınca öldüm Ateşe gönlümü Yaktınca Рұқсат болса. Ес қалмады менде. Ес қалмады. Бір рет сүю, мың өліп тірілгенмен бірдей көрінеді. Бір рет сүю, бір рет сүю, мың өліп тірілгенмен бірдей. Ölmek Мың рет өліп, bin defa өле алмау екен. Ölüm Мың рет өліп, Беріспе бауырым. Өзің төсің бұлай қинай бермеші. Өтінем, жан бауырым. Кет бұл жерден. Кет Еникөйден. Дереу кет, арыстаным. О, жақсы болды Асылы, өзім досын сұрағалы отыр едім. Қош жоғлы холдингтің талап тілектері осы папкада. Оған қоса қош жоғлы холдингтен сізге бір шақырту келді. Қандай шақырту? Үйленгенімізге 5 жыл толуына байланысты салтанатты кешіміздің құрметті қонағы болыңыз. Кеш бүгін болады екен ғой. Зоңғылдаққа қайтатын болғандықтан қатыса алмайтын шығарсыз. Маған басқа тапсырмаларыңыз бар ма? Рахмет Асылы, әзірге жоқ. Қонақ үй дайын ба? Иә, мырзам. Нихан ханымның сыйлықтарын да сонда жіберді, мырзам. Бүгін бәрі ойдағыдай болсын. Ешкім мазаңдалмасын. Қайта балайына барамын. Бәрі мен айтқандай болсын. Құп болады, мырзам. Үйленгенімізге 5 жыл толуына байланысты салтанатты кешіміздің құрметті қонағы болыңыз. Құдай оңдағанда бүгін кешкісін қайтасың. Қайтасың ғой, иә? Қайтам. Күйеуімен жұмысым бітті. Ниханда онсыз да шаруам жоқ. Онсыз да 5 жыл бойы ақымақ болдым. Осын айта бермеш енді, Кемал. Әр нәрсенің бір қайыры бар. Ештеңеде кездейсоқ болмайды дедім ғой саған. Тағдыр сені тағы да бұлармен жолғыстырды, көрдің бе? Бірақ сен енді олармен иық тірестіретіндей дәрежеге жеттің. Қайта олардан артықсың. Ол адамның қол астында істейтін жұмысшылары саған көбірек сенім артады. Мұны түсінетін шығарсың. Сондықтан да одан ылғи жоғары тұратыныңды ұмытпа. Иә,
Маған бірден айтпақшы едің ғой. Не айтпақшы едім саған? Не айтайын енді, Кемал? Жолың болсын деймін. Аман есен бар. Бәріне бізден сәлем айт, жарай ма? Хаққы мырзаға, суға. Мүмкін жаңа жылда барып қалармын. Жақсық болар еді. Нихан тағда келетін болса... Иә. Екінші келме. Өз жөніңе кеттерсің. Жарайды айтайын. Бірақ енді өзі де келе қоймас. Жарайды, бетіңнен сүйдім. Мен де сүйдім, жаным. Жолың болсын. Көріскенше. Ақымақсыңдар сендер. Ақымақсыңдар. Тура мен сияқты. Екеуіңді де жек көрем. Екеуіңді де. Тыңдап тұрмын. Қайдасың, Өндер? Жүргізушіні жіберіпсің ғой. Жағалаудамын. Таза ауа жұтып жүрмін. Жаным ау, мен дайынмын. Тек сені ғана күтіп отырмын. Бол енді, мейрамхананы бір көріп қайтайық та. Галиб өтініш айтты. Әмірдің мазасы жоқ сияқты. Жарайды, кейін сөйлесерміз. Жақсы, жаным, жақсы. Келші енді, күтіп отырмын. Кемал мырза. Туфан мырза. Кемал мырза, сәлеметсіз бе? Сізді күтіп отыр едім. Мынаны беру үшін. Бұл не? Әмір мырза мынаны қабыл алуыңызды өтінді. Ниетінің түзулігін білдіру үшін. Оған қоса, ойымыз бір жерден шығып, табысты жұмыс атқаратынымызға сенетінінде білдіруімді өтінді. Ақшаны алда, үніңді өшір демекшісіңдер ғой. Біздің ісімізге араласпа. Асырауыңды келістіреміз дейсіңдер ғой. Осылай қаншам адамның үнін өшіріп отырғандарыңды Құдай білсін. Негізінде Әмір мырза сізді жоғары бағалап отыр. Өйткені енді бірге жұмыс істейміз ғой. Әмір мырзаға менен рахмет айтыңыз. Өзімен әріптес ретінде тіл табысып жұмыс істерміз. Солай деп ойлаймын. Қабыл алды мырзам. Сізге рахмет айтты. Бас салған екен ғой. Түк көрмеген тоғашар. Айттым ғой саған, Туфан. Алтын көрсе періште жолдан таят деп. Кешіңіз көңілді өтсін, мырзам.
Әмір мұның тым артық енді. Не екеміз онсыз да көз бояушылық емес пе, Ниханжан? Сондықтан мұны қатырып тұрып тойлауымыз керек. Жүрегім айниды. Мені шынымен де қызғанады екенсің. Жоқ, шынымен де жүрегім айниды. Қош келдіңіз, мырза. Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз. Кемаль мырза. Тоғысын сый жасадыңыз. Келмейтін шығарсыз деп едім. Маған жіберген сәлемдемеңізге жауап бергім келді. Үйленген күніңізді тойлап жатыр екенсіз. Соған азғантай сыйлық жасағалы келдім. Мінекейіңіз. Мені таңғалдырмадыңыз, Әмір мырза. Айналаңыздағылар сияқты мені де қыруар ақшаға сатып алам деп ойладыңыз ғой. Бұл мен үшін жай ғана қағаз сияқты. Ал сіз үшін өміріңіздің мәні. Әйеліңізге тағы бір алқа берерсіз. Нихан ханым? Бақытты болыңыздар. Сүйіктім танысып қой. Кемаль Сойдері. Низ Групп компаниясының директоры. Жылу электростанциясында бірге жұмыс істейміз. Солай ма? Бір-біріңді танисыңдар ма? Я, әйеліңізді таним. Нихан Сезин. Фильмді қазақ тіліне аударған Қазақстан ұлттық телеарнасы 2020 жыл.